Сәлематсыздар ме, балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілі пәні бойынша су тіршілік көзі бөліміндегі сан есім тақырыбын өтеміз. Бірінші балалар, біз өткен білімді еске түсіріп алайық. Қандай сөз таптарын білеміз? Зат есім, сын есім, етістік. Қандай сөз табы белгісіз? Балалар, жасырын сөз табын табу үшін алдымен ребусты шешіп алайық. Ребустағы суреттерден қандай сөз шықты? Ойлан. Ребустан екібастұз сөзі шықты. Екібастұз Павлодар облысындағы ірі көмір алабымен әлемге танымал қала. Осы сөз құрамындағы сан есімді табамыз. Сөздегі сан есім 2. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан есім. Сабақтың мақсаты сұрақтарға сүйене отырып, тыңдалған мәтіннің негізгі ойын анықтау. Сөйлемдерден сан есімдерді табу. Бағалау критерийлері. Сөйлемнен сан есімдерді табамыз. Алдымен балалар, жұмбақтың шешуін шешіп көрейік. Аяғы жоқ, зорғалайды жүреді, аузы да жоқ, сыңғырлайды күледі. Онсыз бірақ жер бетінде тірлік жоқ. Айтыңдаршы, осыны кім біледі? Қане, кім жылдам тапты екен? Жұмбақтың шешуі су екен. Ендеше балалар, тыңдалым әдісі арқылы су мәтінін мақсат қойып, мұқият тыңдаймыз. 108-ші сабақ. Мәтінді тыңда. Су. Күн төбеңді тесердей шақырайды. Асан үйінен шығып, малды ауылдағы атасына беттеді. Демалыс кезінде атасына барып, сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ сөйлей бастады. Егер қуырдақ жеген екенмін, деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда ерні кезеріп, тамсанып қояды. Шіркін, бір ұрттан су болса ғой. Кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне, аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Тап-таза, мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Неткен рақат. Сіздерде журналдан. Міне, мәтінді тыңдадық. Мәтін кім туралы екен? Асан қайда бармақшы болды? Ол неліктен шөлдеді? Жолда Асанға не кездесті? Міне балалар, көрдіңіздер ме? Адам сусыз ұзақ уақыт өмір сүре алмайды. Жер шарында ең көп таралған сұйық зат ол су. Сусыз тіршілік болуы мүмкін емес. Себебі су тіршіліктің көзі. Балалар, Асанға аңсап жеткен бұлақтың суы қандай болып көрінді? Бұлақтың суы мөп-мөлдір, тап-таза, сап-салқын, ерекше болып көрінді. Асан қатты шөлдегенде нені аңсады? Бұл сұрақтың жауабын мәтіннен тауып оқимыз. Асан қатты шөлдегенде, шіркін, бір ұрттам су болса ғой, деп аңсаған екен. Осы сөйлемдегі сан есім болып тұрған сөзді атаймыз. Сан есім болып тұрған сөз 1. Сұрақ қоямыз.
неше ұрттам су болса ғой? 1. Демек, сан есім 1. Ал енді балалар, сан есім дегеніміз не? Ережемен танысайық. Заттың санын, ретін, мөлшерін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5 алма, неше алма? 5. Үшінші үй, нешінші үй? Үшінші. 50 килограмм, неше килограмм? 50. Демек, сөздердегі сан есім 5, үшінші 50. Сан есім құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара сан есім, күрделі сан есім. Ал мағынасына қарай есептік және реттік болып бөлінеді екен. Енді оқушылар, сан есім туралы алған білімдерімізді жаттығулар орындау басында жетілдіреміз. Ендеше оқулықпен жұмыс. Оқулықтағы 79-ші беттегі нөмірі 22-ші жаттығуды орындаймыз. Жаттығудың шарты орны ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жазу және сөйлемнен сұрақ қою арқылы сан есімді табамыз. Ендеше жаттығуды қатесіз, сауатты орындаймыз. Ал енді тексеріп көрейік. Жер бетінде 4 мұхит бар. Теңіз одан әлде қайда көп. Олардың саны 30-ға жетеді. Осы сөйлемдерден сан есімдерді сұрақ қою әдісі арқылы табамыз. Жер бетінде неше мұхит бар? 4. Сан есім 4. Олардың саны 30-ға жетеді. Олардың саны нешеге жетеді? 30-ға. Сан есім 30-ға. Жарайсыңдар. Келесі 23-ші жаттығуға назар аударамыз. 23-ші жаттығу ауызша орындалады. Жұмбақты мәнерлеп оқимыз да, шешуін табамыз. Кім жылдам? Оңынан оқысаң, ол сан, терісінен оқысаң, ол сан. Ол қай сан? Ол 40 саны екен. Ендеше 40 сан есім. Келесі жаттығу балалар, 24-ші жаттығу. Құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жазу. Балалар, сан есімі бар сөздерді мұқият, қатесіз орындау керек. Ал енді тексереміз. Кекілік, жетік, түбір, күшік, желтоқсан және алтыбақан деген сөздер екен. Бұл сөздердегі сан есімдер 2, 7, 1, 3, 90 және 6. Тамаша. Сонымен балалар, біз бүгін сан есім туралы не білдік? Сан есім дегеніміз не? Заттың санын, ретін, мөлшерін білдіретін сөз табы сан есім екен. Сан есімнің сұрақтары қанша, неше, нешінші? Сан есімді қалай табамыз? Сан есімді сұрақ қою әдісі арқылы табамыз. Сөз құрамында сан есімі бар сөздер де кездеседі екен. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, сендер бүгінгі сабақ туралы кері байланыс беріңдер. Сабақта берілген білімді өте жақсы түсіндім.
Жақсы түсіндім. Әлі де сұрағың болса, SMS әдісі арқылы кері байланыс жазыңдар. Үйге тапсырма, ереже жаттау және оқулықтағы 25-ші жаттығуды мұқият орындау. Осымен балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңдар.